Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Бүгін біз жалпы инсульт, оның белгілері қандай, қалай анықтау керек, сол туралы айтатын боламыз. Жалпы инсульт дегеніміз не? Ең біріншісі оны тоқтала кетейін. Инсульт дегеніміз ми қан айналымының жедел бұзылуы нәтижесінде пайда болатын ауру болып табылады. Бізде жалпы қан айналым жүйесі дәнекер тұратын және миға оттегін қамтамасыз ететін болып келеді. Егер де бізде осы инсульт пайда болған уақытта миға қан айналым дұрыс жетіспейді, сол аралықта некроздар пайда болып, соның нәтижесінде бізде осы инсульт дамитын болып келеді. Жалпы бізде инсульттің түрлері өте көп жүктелуі, мен сіздерге ең жиі кездесетін екі түрін айтқым келіп отыр. Оның ең біріншісі бізде геморрагиялық инсульт, екіншісі ишемиялық инсульт. Геморрагиялық инсульт дегеніміз ол бізде жалпы қан тамырлардың жарылуы нәтижесінде пайда болады, яғни миға қан құйылу нәтижесінде пайда болса, ишемиялық инсульт дегеніміз яғни тамырлардың бітелуі нәтижесінде пайда болатын болып келеді. Жалпы бізде қауіп факторлары бар. Осы инсульттің дамуына негізгі әсер ететін ең біріншісі ол бізде дәнекер тінінің аурулары, ревматоидный аурулар жатқызуымызға да болады. Екінші бізде қан қысымының өте жоғары болуы. Көбінесе бізде учетта тұратын кісілер дәрілерін ішпейді, бірақ оның қандай асқынуы бар екенін көбісі түсіне білмейді. Сол үшін міндетті түрде егер сіз учетта тұратын болсаңыз, қан қысымының дәрісін күнделікті уақытылы ішуді ұмытпаңыз. Оны егер уақытылы қолданбасаңыз, кейін сізде де инсульт, инфаркт болуы мүмкін. Сол үшін асқынулардың алдын алу үшін міндетті түрде осы ережені ұстаныңыз және дәріні уақытылы қабылдаңыздар. Жалпы үшінші бізде қауіп факторы ол бізде жас ерекшелігі. Осы инсульттің дамуына көбінесе 50-70 жас аралығындағы адамдарда жиі инсульт дамитын болып келеді. Және геморрагиялық инсульттің дамуына ең негізгі себептердің бірі бізде антикоагулянттарды, яғни қан сұйылтатын дәрілерді ретсіз, дәрігердің бақылауынсыз көп мөлшерде қабылдау осы бізде геморрагиялық инсульттің дамуына әкеледі. Ал бізде ишемиялық инсульттің дамуына әкелетін қауіп факторлары көбінесе қан жүйесінің аурулары және атеросклероздар, яғни тамырлардың бітелуі нәтижесінде осы бізде ишемиялық инсульт дамитын болып келеді. Жалпы бізде осы кезде қандай клиникалық белгілер болады десеңіздер, бізде геморрагиялық инсульт ол бізде жиі жылдам дамып кетеді. Ол кезде бірден басының айналуы, құсу, есінен тану немесе салданулар болады. Ал бізде ишемиялық инсульт кезінде ол жаймен дамиды, 1-2 сағат ішінде дамуы мүмкін. Ол кезде сезімталдықтың жоғалу белгілері болады. Инсультті қалай анықтаймыз? Мен сіздерге қазір айтып кетем, соны жаттап алсаңыздар, бір адамның өмірін сақтауыңыз да мүмкін. Мына сөзді естеріңізден шығармаңыздар. Удар сөзі міндетті түрде жаттап алыңыздар және де достарыңызбен немесе жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бір адамның өмірін сақтауыңыз мүмкін. Бірінші у дегеніміз бізде улупка, яғни күлуін сұрайсыздар, науқас дұрыс күле алмайды осы кезде, инсульт кезінде. Екінші бізде движение, яғни қозғалуын сұрайсыздар. Ол кезде науқас бір жақты бөлігін қозғалтуы мүмкін, бірақ екінші жағы дұрыс қозғалмайды. Үшінші бізде афазия, яғни біз ол кезде атын айтуын сұраймыз науқастан, бірақ науқас атын дұрыс айта алмайды. И төртінші бізде решение, яғни шешім қабылдау. 2-3 сағат аралығында міндетті түрде шешім қабылдап, скорыйды шақырып, ауруханаға госпитализация жасау керек. Егер сіз одан ары созатын болсаңыз, бұның ары қарай асқынуларына әкелуі мүмкін. Осы әдісті міндетті түрде жаттап алыңыздар және біле жүріңіздер, сізде бір адамның өмірін құтқарып қалуға септігіңіз тиюі мүмкін. Лайк басып, қолдап, каналыма жазылып, пайдалы ақпаратты біле жүріңіз.